Всем привет, ребята! Сегодня посмотрим трейлер «Бизнес по-казахски 4» в Турции. «Бизнес по-казахски» в Турции. Давайте заценим. Бүгін Стамбулдағы мәрмәр теңізінің жағалауында орналасқан 5 жұлдызды қонақ үйді аукционға шығарамыз. Сатылды. Это Жомарт Канатович, новый владелец вашего отеля. Құрметті Жомарт Қанатұлы, қонақ үйімізге қош келдіңіз. Стамбул наш! Наш! Стамбул наш? Они в Турции, да? Бизнес. Бүгін демалыңдар. Кешіріңіздер, мырзалар. Сіздердің кім екендеріңізді білмеймін. Жаңа ғана отельдің иесімен сөйлестім. Ол кісі Амстердамда және қонақ үйді сатпағанын айтты. Сіз асыға күткен фильм. Біз өзіміз табуымыз керек 42 миллион. Қазақтарды лақтыруға болмайды. Жомарт аға, что-то вообще аппетитіңіз жоқ қой. Бізде тек қана бірақ сұрақ сізге. Ё-моё! Это тот актер, который играл... Сейчас вспомню. Черное море или как там, Карадениз. Ақшамын қайда? Вот. Это он. Фикрет, кажется. Отец Видата. Офигеть. Круто. Қайдан келдіңдер? Атырау! Киелі! Ақтөбе! Абая Розабакиева. Ё-моё! Шашудан алыңдар, шашудан құтты болсын. Виктор, мы новые хозяева этого отеля. Осында келген әрбір қазақ бұл қонақ үйді өзінің меншігі деп ойлайды екен. Қазақша бизнес Түркияда. Мен ақшаларым қайда? Ема, айтса тез интриганы соза бермей. 30 желтоқсаннан барлық кинотеатрларда. Мен бүкіл қазақтарға айтыyorum. Олар енді Анталияға фик келиyorum. «Бизнес по-казахски» в Турции 30 декабря. Во. Ну что, ребят, если понравился трейлер, подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Всем пока.